Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Аида. Бүгін сіздермен дәмі өте керемет болып шығатын, сочный болып пісетін фольгада тауық таяқтары мен картопты және көкөністерді духовкада пісіретін боламыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен тауық таяқтарын осылай видеодағыдай кесіп шығасыздар. Ары қарай мариновать етеміз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш, тағы да басқа дәмдеушілерді сеуіп шықсаңыздар болады. Үстіне сұйық май құйып, араластырып 10-15 минутқа қойып қоямыз. Ал енді алдын ала жуып тазаланған картопты кубик қылып тураймыз. Ары қарай қызыл бұрышты және жасыл бұрышты кубик қылып турап шығамыз. Сосын ары қарай сәбізді де тура солай кубик қылып турайтын боламыз. Ал енді пиязды ұсақтап турап шығамыз. Ал енді бір ыдысқа барлық көкөністерімізді рет-ретімен салып шығатын боламыз. Енді дәміне қарай тұз, қара бұрыш және сұйық майымызды құямыз. Сіздер кез келген дәмдеушілерді салсаңыздар болады. Жақсылап тұрып қолымызбен араластырып шығамыз. Ал енді фольгаға көкөністерімізді салып шығып, ортасына тауық таяғын және кішкене кубик сары майымызды салып шығамыз. Ары қарай фольгада орайтын боламыз. Қызып тұрған пеште 200 градуста 30 минутта пісіріп аламыз. Міне достар, біздің фольгада піскен тауық таяқтары мен картоплымыз және көкөністеріміз дайын болды. Дәмі өте керемет, сочный болып шыққан, езілмей піскен. Тура осылай фольгамен тарелканың үстіне қойып, дастарханға қойсаңыздар болады. Отбасыларыңызға жасап беруге кеңес беремін. Менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі жүздескенше сау саламатта болыңыздар.